Армысыздар құрметті дәстүр студиясының тұрақты оқырмандары, ардақты кентаулықтар. Бүгінгі студиямыздың төрінде елімізге дамуына өлшеусіз үлес қосқан 40 жыл бойы мемлекеттік қызметтің еңбек етіп зейнеткерлікке шыққан ел ағасы Сүлейменов Төрехан Жақашұлы. Сүлейменов Төрехан Жақашұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Төрехан Жақашұлы, алғашқы сұрақты өзіңіздің еңбек жолыңыздан бастасақ. Сіз осы қалаға қарасты Ащысай ауылының тумасысыз. 40 жылға жуық уақыт бойы бір қалада тапжылмай, мемлекеттік қызметтің әртүрлі жауапты салаларында еңбек еттіңіз. Енді осы әртүрлі салаларға тоқтала кетіп, өзіңіздің белгілі бір қызметте атқарған жұмыстарыңызды айтып кетсеңіз. Жақсы, мен енді өзіңіз айтып кеткендей, Кентау қаласына қарасты Ащысай ауылында дүниеге келгем. Сол жерде Максим Горький, 8-ші Максим Горький мектебінің 8-ші сыныбын бітіріп, 1978 жылы Кентау қаласындағы Кентау тау-кен металлургия техникумы өнеркәсіп азаматтық құрылыс факультетіне түсіп, оны 4 жылдай оқып, одан кейін әскер қатарына шақырылған болатынмын. Міндетімді атқарып келгеннен кейін туған жері еліме қайтып оралып, сол Ащысай руднигінен жұмысты бастап құрылыс саласынан, сол Ащысай руднигінің комсомол комитетінің хатшысы болып сайландым. Ол кезде енді кеңестік дәуір, партия бар, коммунистік партия системасы бар, және комсомол деген жастармен жұмыс жасайтын орган бар. Одан кейін сол Ащысайда 2 жылдай комсомол хатшысы болып сайланғаннан кейін, мынау Кентау қаласына қарасында мына Ащысай түсті металл комбинатының комсомол комитетінің хатшысы болып сайландым. Ол қалаға қарасты. Осы кезде Ащысай металл комбинатында 15 мыңға халық жұмыс жасайтын еді. Соның 3200-і сол комсомол қатарында. Яғни сол жастармен жұмыс жасап, ары қарай өзіміздің жолымызды бастап кеттік. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, мынау кеңестік дәуір өзі тоқырау келіп, аяқталып кезеңі, егемендігімізді алдық. Сол алғашқы алған егемендік 1992 жылы сол қала әкімі, ол кезде қала әкімі деп айтпайды, глава администрации дейді, қала әкімінің басшысы, сол Лян Василий Леонидович шақырып, алдымен қала әкімдігінде жастар бөлім басқардым, кейіннен қалалық мәдениет бөлімінің басшысы болдым, кейіннен сол кездегі 3 бөлімді қосқан тұрған тіл бөлімі, спорт бөлімі, мәдениет бөлімін қосып, мәдениет және ақпарат бөлімінің басшысы болып қызметтер атқардым. Ары қарай, мынау өздеріңіз білетіндей, орталық ынтымақ орналасқан Шәмші Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайының директоры болдым, Байылдыр ауылының әкімі болдым, Кентау қалалық мәслихатында аппарат басшысы, одан кейін қала әкімінде 4,5 жылдай аппарат басшысы, мынау өзімізге қатысты әкімдікке қарасты тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі, ЖКХ бөлімі дейміз, оның басшысы. Кейіннен өздеріңізге белгілі, мынау жаңадан бөлім ашылды, қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі. Мұны соның 5,5 жылдай басшысы болып, мына қаладағы көп қабатты тұрғын үйлерді жаңғыртудан өткізіп, жөндеуден өткізу, ары қарай бөлімді кейін ЖКХ бөліміне қосқаннан кейін, мына қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы болып, мен 3 жылдан аса қызмет атқардым. Осы жердегі бүкіл қоғамдық ұйымдармен, зиялы қауыммен. Одан кейін мен қалалық кәсіпкерлік ауыл шаруашылық бөлім басқардым. Соңында сол қала әкімі ұсынысымен шақырып, ең соңғы мына 23 жылдың қыркүйек айынан кешегі күні мына наурыз айында зейнеткерлікке шыққанша қала әкімінің кеңесші қызметін атқарып келдім. Аллаға тәуба шүкіршілік, осы 45 жыл қызмет жасасақ, соның 40 жылы мемлекет қызметте болыпты. Сол мемлекеттік қызметтің ардагер есебінде аман-есен зейнеткерлікке шықтық. Не дейін? Мына өзіңіз айтып кеткендей, мемлекет қызметтің саласы қандай деп. Енді мемлекет қызмет жүгі ауыр да, қызық та, мына жауапкершілікті қажет ететін, білімді, төзімділікті қажет ететін сала. Өйткені мемлекет қызметші деген ол мемлекеттің айнасы. Бүкіл ел президентіміз бен үкіметіміздің саясатын жүргізетін сол мемлекет қызметші. Бүгінгі таңда мемлекет қызмет туралы заңдарға көптеген өзгерістер еніп жатыр. Мен хабардармын. Ондағы мақсат мемлекет қызметшінің құқын көтеру, оған әлеуметтік қолдау көрсету, оның жалақы мәселесін көтеру дегендей. Сондықтан да құрметті жастар, мен сіздерді осы мемлекеттік қызметте жұмыс жасауға шақырған болар едім. Осыған қорықпай, өздеріңіздің алған білімдеріңізбен келіп, ары қарай практикалық тұрғыда халықпен қоян-қолтық жұмыс жасасаңыздар деген ойдамын. Әрине, мемлекеттік қызмет ол үлкен мектеп екені даусыз. Жалпы бірнеше қызметтік салаларда басшылық қызмет атқарған екенсіз. Басшы болу ол елдің жүгін арқалау
деген іспеттес. Жалпы мына келесі бір сұрақ туындап отыр өзіңізге. Кентау қаласы және оған қарасты ауылдар бар. Сонымен қатар қызметтік салаларда өзіңіз еңбек еткен жылдары басшы болған қызметтеріңізде жалпы Кентау қаламыздың тарихында елеусіз еңбек еткен, жалпы тарихымызда орныққан белгілі бір жобалар болмаса халықтың игілігіне, пайдасына, мүддесін тигізген істеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Жақсы сұрақ. Жаңа айтып кеткендей, сол еңбектік өмірінде 92 жылы мәдениет бөлім басшысы болып сайланғаннан кейін мәдениет саласына қатысты бүкіл мекемелермен таныса бастадым. Ондағы мына орталықтандырған кітапханалар жүйесі кіреді. Ол кезде орталықтандырған кітапхана жүйесі мынау қазіргі Панфилов көшесіндегі 3-ші поликлиника дейміз. Соған қарама-қарсы көпқабатты үйдің 1-ші қабатында орналасқан еді. Өте бөлмелер тар, кітап қоры көп. Бірақ көбісі жаңағы кішкентай қоймада жинақталып тұрады, қоятын жерде жоқ. Сондықтан да маған ой туды, ең бірінші мақсат осы кітапхана жүйесіне үлкен бір ғимаратқа көшіру мәселесі. Әрине, бірақ 91 жылы мынау кеңестік дәуір тарқағаннан кейін 92 жылдары көптеген ғимараттардың бұзылып, қолды болып кетіп жатқан кезеңдер еді. Сондықтан да мен жүріп қаланы аралап жүрдім де, Алтынсарин көшесіндегі Ашполиметалл комбинатына қарасты балабақша көзіме түсті, бос тұрған екен. Осыны келіп сол кездегі қала әкіміне айттым. Қала әкімі айтып кеткенде, жоғарыда айтып кеткенде, Ильян Васильевич, ол қиынау, өйткені комбинат Ашполиметалл өзіне ол пайдаланғысы келіп тұр ол ғимаратты деді. Сонда да рұқсат етіңіз деп, сол кездегі қаладағы зиялы қауым, мұны айтып кететін болсам, суретшілер Қасымбек Дәрібаев, Мырзахмет Сариев, сол кездегі мына партияның ардагері Ибрагим Шүленбаев, ақын Рахым Балабиев, қоғам белсендісі Нұрмахаммад Жақаев, ардагер Сухин Яков Мартынович деген кісілер, журналист Базарбай Оспанов, композитор Бекжігіт Сердәлі дегендей көптеген сол кездегі зиялы қауымдардың бәрін басын қосып, сол кісілердің атынан Ашполиметалл комбинаттың басшысына үндеу жасап, соған қол қойып бәріміз. Сөйтіп, сол кездегі комбинаттың басшысы Тойлыбай Қойшыбек деген ағамыз еді, сол кісінің алдына бардық. Сөйтіп, осы мәселені қойдық. Біздің бәрі сонша бір үлкен делегация осындай болып келіп отқанын көріп, ол кісі тыңдап, әрине айтты, бұл өте күрделі мәселе. Бізде бұл ғимаратты өзімізге пайдаланғымыз келіп отыр еді, бірақ сондай жанашыр болып келіп отқаннан кейін біз мәселені қарайық деп. Соның артында тағы да еске сала отыр, бірнеше уақыттардан кейін сол комбинаттың басшылығы жақсы шешім қабылдап, осы ғимаратты бізге берді. Біз оның қалалық мәдениет бөлімі балансын алып, сол жылдары, сол кездегі істеген кітапхана жүйесіндегі ұжым мүшелерімен, демеушілер арқылы оны ағымдағы жөндеуден өткізіп, оны үлкен түрде, салтанат түрде аштық. Ол қазіргі міне қала тұрғындарына қызмет жасап жатқан Алтынсарин көшесіндегі орталық кітапхана. Өйткені ондай үлкен ғимаратқа көшкен сол кезде аудан қалаларда кітапхана жоқ еді. Облысымыз Шымкент қаласында болған, Шымкент қаласының мәдениет басқармасының басшылары, орталық кітапхана жүйесінің директорлары, аудан қаланың кітапхана жүйесінің басшылары келіп, біз салтанат түрде ашып, міне осындай бір игі іс атқарылып, бұл жердегі жалғыз менің еңбегім емес, мен енді ынталандырып инициатива көрсетілгенмен, жоғарыда айтып кеткен біразы марқұм да болып кетті, беріде қызмет жасап жатқандар бар. Сол зиялы қауымның өкілдерінің осы табандылығының арқасында шешілді ғой деп есептеймін. Әрине, мынау жұмыстың өзі оңай емес. Белгілі бір қызметке атқарғанның өзінде ол нәрсеге жетудің өзі іске асыруға келген кезінде көбісі қиналып жатады. Ол адамдардың барлығын, зиялы тұрғындардың жалпы кісілердің барлығын басын қосып жинау өте бір үлкен жауапкершілік, игі іс деп білеміз. Жалпы мынау өзіңізге белгілі қазіргі таңда көптеген қызметкерлерді айттыңыз, сонымен қатар игі істер жалпы Кентаудың тарихында алтын әріппен жазылары сөзсіз деген ойдамыз. Төрехан Жағашұлы, енді сұхбатымыздың арнасын руханият саласына бұрсақ. Жалпы бүгінгі қоғамда ұрпақ тәрбиесі, оның ішінде алтын бесік отбасылық тәрбие мәселесі өте өзекті болып отыр. Осы бағытта көпті көрген түйгені мол ел ағасы ретінде өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз, үлгілі отбасының негізі неде деп ойлайсыз? Бүгінгі заман талабына сай өте орынды жақсы сұрақ деп есептеймін. Рахмет. Мына біз енді дамып жатырмыз, ол жақсы, елдің дамығаны, ары қарай көркейгені, гүлденгені, бірақ мынау рухани жағынан біз кішкене қалып бара жатыр десем, мен өзім жеке пікірім. Сондықтан да бұл мәселеде сұрақ күрделі,
Бірақ ең басты мәселе менің өзім түсінігімде барлық тәрбие ол отбасында басталады. Отбасы өзіміздің отанымыз, отан отбасынан басталады, бекер айтпайды. Мен әр уақытта айтамын, қай жерде жүрсем де, отбасында ата, әже бар, ана, әке бар. Егер бар болса. Мына 4 адам, осы 4 адам өзін бірінші кезекте өзін дұрыс ұстай білу керек, өзі дұрыс жолмен жүру керек, және де өзін өсіріп отырған ұрпағын мынау жақсы сөздермен, мына бүкіл тәрбие біздің қазақтың салт дәстүрінде, ғұламалардың, билердің, шешендердің айтып кеткен сөзінде. Мына осыны құлағына сіңіріп отырсақ, біз жақсы буынды тәрбиелеп шығамыз. Сондықтан да отбасына жүктелетін тәрбиедегі міндет үлкен. Мына осыған көп көңіл бөлінсе деген менде осындай ой бар. Иә, сонымен қатар мемлекеттік қызметпен қатар отбасыны бірге алып жүру ол үлкен жауапкершіліктің бірі деп ойлаймыз. Жалпы осы тұста өзіңізге белгілі толыққан отбасынан, жаңағы ата, ана, әке деп айттыңыз ғой. Жалпы өзіңіздің отбасыңызға бет бұратын болсақ, кішігірім сұхбат ретінде айта кетсеңіз. Өте орынды. Мен енді өзім айтып кеттім ғой. Әкем 1912 жылғы соғыс ардагері, шешем 1925 жыл кісі, шаруа отбасы Әшсайындағы. Содан шықтық, 2 ұл болдық, 3 қыз болдық. Мына соның бәрін, бірақ әттеген-ай деген тұстар бар. Мен енді 9 жасымда әкемнен айырылдым. Отан соғысының жағы жарасы бәрібір сол өзінің әсерін берді. Ары қарай бізді сол анамыз тәрбиеледі. Анамыз сол Әшсайдағы мынау сол кездегі қонақ үй дейміз, жатақхана дейміз. Сол кездегі еденді жуып, кешке кезекші болып, сонымен бәрімізді өсірді, тәрбиеледі. Мынау ал енді жеке өзім қазіргі таңда отбасыма келсем де, Құдайға шүкір, өсіріп отқан 2 қызым бар, немерелер сүйіп отырмын. Менің енді үйдегі апайларымыз ол қазір қызмет жасап жатыр. Мына орталықтандырған хирургия бөлімінде медсестра болып қызмет жасайды. Ол кісі де бір 7-8 айдан кейін енді зейнеткерлікке шықсам ба деген сондайда уақытта жүр. Әрине, барлық нәрсе тағы да айтып келетін болсақ, мен тағы да айтамын, отбасынан басталады дейтінім, сол отбасында мынау жақсы сөздеріңізді айтып, тағы да айтамын, мен алдағы уақытта енді қосармын. Мынау ғұламалардың өмірінің өтіп кеткен кезеңдерін айтып отырса, үлкен тәрбие болар еді. Тәрбиенің өзегі шаңырақ, өзіңізге белгілі. Сөз арасында тәрбие мәселесі жайында өте мағлұматты, құнды ақпараттар бердіңіз. Жалпы осы тәрбие мәселесі жөнінде, осы тәрбиені бойына сіңіріп келе жатқан жастарымыз бар. Сол жастарымызға туралы заман ағымына, басқа ағымға кетпей, сол бағытта өмір сүруіне жалпы бағыт-бағдар бересеңіз, өзіңіздің жалпы өмір жолыңызға тұспа-тұс келетін жайында айта кетсеңіз. Жалпы жастарымыз заман ағымына адаспай, өзін өзі қалай тануы керек? Жақсы. Енді әрине, ең бірінші кезекте, мен соңғы мына сұрағыңыздың аяқтаған несінен бастар едім. Ең бірінші адам, пенде өз-өзін тани білу керек. Ол жас бола ма, үлкен бола ма? Ал енді жастарға айтатым, жастар өзін қалай таниды? Мен жүрген жерімде айтып жүрмін. Жастар өзін тану үшін адам өзінің ішкі дауысы болады, рухани. Өзіне сұрақ қою керек. Мен қандаймын, мен кіммін қазіргі таңда? Мен қандай жағдайдамын бүгінгі таңда? Сосын мен әр уақыт айтамын, мен өзім бұлай қай нәрсені де қағаз бетіне түсіргенді жақсы көремін. Бір парақ қағазды алып, мен әр уақыт айтамын, үлкен болсын, кіші болсын. Бір парақ қағазға жазыңыз. Мысалға, мен төреханмын. Менің жақсы тұстарым. Қандай мінезім, қандай басқа тұстарым, қандай адами қасиетім басқадай. Мынаяқы сын көзбен қарап, менің нашар тұстарым. Мінезімдегі олқылықтар, басқа да мәселелер. Соның бәрін жазып шықса, адам өзіне белгілі болады. Әрине, жақсы тұстар басып тұрса, басым болып тұрса, нұр үстіне нұр. Ал егер енді жағымсыз сәттер ар жақта көбірек болса, яғни ол пенде жас болсын, үлкен болсын, өзімен жұмыс жасау керек. Соларды жоюға бағытталған, өзін тәрбиелей білу керек. Мына осындай кезде ғана. Ал енді сосын екінші мәселе, әрине жастарға айтатын, ол ең бірінші білім. Білімге құштар болу керек. Мына Мұхтар Әуезов, Омарханұлы Әуезовтың айтқаны бар, адамнан бір саты өзінің билігімен, жаңағы қаражатымен или басқа нәрсесімен жоғары тұрмайды. Адам бір саты жоғары біліммен тұрады. Сондықтан да білімге құштар болу керек. Мынау қазіргі біздің заманауи кездегі мынау көздеріңіз ашық, жасанды интеллект деп жатырмыз, дамып келе жатырмыз. Сол артында қалып қоймас үшін ол білімді ұштастырып отыру керек.
Енді біздің кеңестік дәуірде болды, оны біз мойындауымыз керек. Біздің менің қатарластарым да мойында. Бір университет, бір институтты бітірген дипломмен бәлен жыл жұмыс жасап тастайтын тұрған. Кәрі ондай болмайды. Институт бітіресіз бе, университет бітіресіз бе, бірақ ары қарай білімізді күнделікті ұштастырып, самообразование дейміз ғой, өзін ары қарай тежеп отыру, неғып отыру керек, дамып отыру керек. Иә. Жастар үшін таптырмас ақыл кеңес болды деген ойдамыз. Сіз жоғарыда тәрбиенің негізі ол салт дәстүрде ата-бабамыздың ұлы ғұлама би-шешендердің ұлағатты сөздерінде деп түртіп айтып кеттіңіз. Жалпы осы тұста расымен ата-бабаларымыз кезінде белгілі бір институтты оқымай-ақ, белгілі бір дәрежеге мектепке бармай-ақ, өздерінің ауыз әдебиеті арқылы бір-біріне жеткізу арқылы тәрбие жалғасқан болатын. Сонымен қатар осыда тағы да бір сұрақ туындап отыр. Жалпы бүгінгі күн мен өткен күннің сабақтастығын қалай байланыстырар едіңіз? Мен былай айтар едім, ата-бабамыз сол кезде жазу болмаса да өте білімді, білікті болды. Ол қалай? Ауыз әдебиеті болды. Ауыз әдебиетімен жеткізіп отырды жаңағыдай ғұламаларымыз, зиялы, сол кездегі зиялы қауым дейікші, сол кездегі зиялы қауым ғұламалар, шешендер сөздерін жеткізіп отырды. Сол кездегі құйма құлақ болды жастар. Соның бәрін өзіне қабылдап, келесі ұрпаққа жеткізіп отырды. Әрине, соның бәрі кейін қағаз шығып, қағаз бетіне түсіп, ол біздің қазіргі ұрпаққа дейін жетіп жатыр. Біздің ата-бабаларымыз, мен айтар едім жастарға, құрметті жастар, біздің ата-бабаларымыз ерте есейген. Мен енді бір ғана мысалды айтайын. Мысал өте көп, бірақ енді соның біреуін айтайын. Уақытысында Жетес деген елді билеген. Сол 9 жасында ұлы жүздің биі Төле би 90-ға келеді бабамыз. Сонда 9 жасар бала әкесін айтады: әке, мені алып барыңыз, бабамыздан мен бір бата алып қалайын дейді. Әкесі алып барады. Сол кезде Төле би бабамыз айтқан екен 9 жасар балаға: бата басқа, қына тасқа, ақыл жасқа, не сұрайсың қарағым деп. Сонда 9 жасар баланың айтқанын тыңдаңыз. О қасиетті бабам, ат берсең өліп қалады, том берсең тосып қалады. Ат пен тонға бергісіз өлмейтін, өшпейтін, еш уақытта естен кетпейтін бір өсиет, бата беріңіз дейді. Мен көріп отырсыз ба? 9 жасар баланың айтқаны. Ал енді мен кешірім сұраймын, енді топырақ шашқан емес, кейде біз үлкейген кісілердің өзі бір неге тұжырымға келемей жатады. Ал енді сол кезде Төле би бабамыздың берген батасы былай болған екен. Оны кішкене талдап кетейін деп отырмын, мынау жастарға өнеге болсын деп. Сондай берген батасы екен: бір үйдің баласы болма, көп үйдің баласы бол. Бір елдің атасы болма, бір елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала. Өзегін талса өзен бойын жағала, басыңа іс түссе көпшілікті сағала. Өзіңе өзің кәміл бол, дұшпанға қатал бол, досыңа адал бол деп, міне осындай батасын берген екен. Енді талдайтын болса, қараңызшы, бір үйдің баласы болма, көп үйдің баласы бол дегеніміз не ол? Ол дегеніміз көпшіл бол деп тұр. Бір үйдің атасы болма, бір елдің данасы бол деген, даналық неден шығады? Білімнен. Білімге құштар бол деп тұр. Сол кездегі айтып тұрған нәрсесі. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол деген, жақсылардың ортасында көпшіл бол деп қайтадан келтіріп отыр. Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала деп отқаны, ақ пен қараны, жақсы мен жаманды ажырата біл деп отыр. Өзегің талса өзен бойын жағала дейді. Ойыңды тұжырымдап, былайша айтқан кезде салауатты өміріңді сүр деп отыр. Ал енді өзіңе өзің кәміл бол дейді. Өзіңе кәміл бол дегені өзіңе сенім болсын дейді. Адамда өзіңе сенім болмаса, ол жұмыс ары қарай жүрмейді, сенім болу керек. Халқыңа әділ бол дейді. Ол түсінікті. Адал, әділ жұмыс жаса. Енді дұшпанға қатал бол дегені, ол дұшпанның не дейді, қылышпен басын шауып таста деп отқан жоқ. Дұшпаннан бір саты бағана айтқан біліммен, өзіңнің ақылыңмен жоғары тұр деген сөз. Ал енді досыңа адал бол деген нәрсе, барлық нәрсе адалдыққа келеді. Міне, бір ғана батаны біз талдадық, құрметті жастар. Мұның осының өзінде үлкен тәрбиелік философия жатыр деп ойлаймын. Әрине өте терең мағыналы жауап болды. Рахмет. Жалпы бүгінгі қоғамда тағыланбай кетпейтін тағы бір өте нәзік әрі күрделі мәселенің бірі қозғағым келіп отыр: дін мәселесі жөнінде. Жалпы өзіңізге белгілі сан түрлі ағымдар мен көзқарастардың қақтығысқан уақытында ұлттық құндылық пен дінді қатар алып жүру өте маңызды болып отыр. Оны өзіңіз де білесіз. Ал енді бүгінгі таңдағы дін мәселесі, халықтың діни сауаттылығы және дәстүрлі дініміз туралы өзіңіздің жеке көзқарасыңызды білгіміз келіп отыр. Осы тұста айта кетсеңіз. Мынау дін мәселесі өте күрделі мәселе. Бір ауыз сөзбен оны айтып жеткізу қиын. Бірақ енді өз ойым пікірімді айтсам, дін мәселесі бізге кіргелі қанша ғасырлар, қанша жылдар өтті. Ата-бабамыз ұстанып келді, таза ислам өзінің діні. Бірақ
ата бабаларымыз, мен түсінігімде оқимыз ғой, кітаптан оқып жатырмыз, басқа жатырмыз. Ата бабаларымыз сол дінді, тағы да айтамын, жоғарыда айтып кеткен, өзіміздің қазақтың салт дәстүрімен ұштастыра ұстап келген. Сондықтан да құрметті жастар, айналайын жастар, көздеріңіз ашық. Қазір бұқаралық ақпарат құралдарынан, әлеуметтік желіден бәр нәрсені көріп жатсыздар. Мен сіздерге айтатыным, ресми ақпараттарға ғана сеніңіздер. Осы дін саласында ресми ақпарат беретін органдар бар, мекемелер бар. Міне, қаладағы мынау мешіттердегі имамдар бар, сұрақтарыңыз болса. Сондықтан да мынау дін саласында мен жастарға айтарым, адаспау үшін. Адаспаңыздар. Дұрыс жол таңдай біліңіздер. Рахмет. Сұхбатымыз арқылы біз дін мен дәстүр, тәрбие мен қызметтің салмағын таразылап, біршама күрделі де маңызды мәселелерді қозғадық деген ойдамын. Осынау ғибратты әңгімемізді қорыта келе, қазақ үшін ең қасиетті ұғымдар бар, өзіңізге белгілі ынтымақ, бірлік, бақ туралы. Ойыңызды түйіндесеңіз, жалпы ел ағасы ретінде кентаулықтарға, жалпы оқырмандарымызға айтар ақ батаңыз бен ақ тілегіңізді білдірсеңіз. Жақсы, рахмет. Енді қорта келген кезде әрине бақ қайда барасын ынтымаққа деп өз ата бабамыз айтып кеткендей, мынау ынтымақ, бірлік болған жерде тірлік болады. Бақыт деген сол жерде болады, түсінік бар жерде дейді. Сондықтан да мынау құрметті жерлестер, құрметті ағайын, құрметті жастар, мынау барлығымыз бір-бірімізді түсінісе білейік. Бала мен ата-ананың түсіністігі, бауырдың бір-біріне түсіністігі, әріптестің бір-біріне түсіністігі, айта берсек, елдермен түсіністігі. Міне, сондықтан да мынау үлкен осы қасиетті, мынау достық сезім, ынтымақты қадірлей, қастерлей білейік. Ал енді өзіміздің мынау егеменді еліміздің тұғыры биік болсын, Қазақстанымыз гүлденіп көркейе берсін, елде тыныштық болсын, жұрт аман болсын, кіші отанымыз Қаратау тәж атанған Кентау қаласы да гүлденіп көркейсін. Мынау ел, барлық қала тұрғындарына, елге тек жақсылық тілеймін. Төрехан Жақашұлы, бүгінгі мына тартымды да тағылымды сұхбатымызға келіп, өзіңіздің белгілі бір мағыналы атқарып отқан істеріңіз, жолыңызды түсіндіріп, жастарымызға белгілі бір тәрбие жөнінде айта кеткеніңіз үшін сізге алғысымыз шексіз. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілей отыра, ел арасында абыройыңыз асқақтай берсін дегім келеді. Құрметті көрермендер мен оқырмандар, бүгін біз мемлекеттік қызметтің ардагері Төрехан Жақашұлымен ғибратты сұхбат өткіздік. Ел бірлігі мен ынтымағы артсын дегім келеді. Аман сау болыңыздар.